Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай какаоға қосылған пирогтың рецебімен бөлісемін. Жасап көріңіздер, жұмсақ әрі жылдам дайындалатын пирогтардың бірі. Барлық заттар бөлме температурасында болуы қажет. Жылы 3 жұмыртқаға қантты салып, ақырындап араластырамыз. Миксерсізде бұл пирогты жасауға болады. Егер венчикпен араластырсақ, қант ерігенше араластырамыз. Осы араласқан массаның үстіне сүт қосамыз. Дәмі жоқ сұйық май қосып, массаны одан ары қарай араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, оның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель қосып, оны саламыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп, шетінен аз-аздап сала отырып, ақырындап араластырамыз. Массаның бетінде түйіршік қалмай, әбден жақсылап араласуы қажет. Таза ыдысқа 2 ас қасық какао қосып, оның бетіне 3-4 ас қасық су қосып араластырып аламыз. Енді осы массамызды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігіне осы какаоны қосып, оны ары қарай венчикпен араластырамыз. Енді формаға 2 массаны шетінен бірдей құйып отырамыз. Мен бетіне шоколад қостым. Алдын ала қызып тұрған пеште 35-40 градуста пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Рецебі ұнаса лайк басып, комментарий қалдырамыз. Міндетті түрде жасап көріп, менімен бөлісіңіздер.